Мә, достар, айтсам сенбейсіңдер жарсыңдар. Міне бағана аққуын ана жерден таптым. Және 1 метр жерде қараңыздаршы, өзім шок болып тұрмын. Ана қараңыздар. Базар жоқ достар, қараңыздар. Өнім бе түсім бе білмей тұрмын әлі. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз міне түнгі коптамыз. Бізде бүгінгі бірінші табыс. Міне өте төменгі сигналмен осындай алқа шықты. Алқа дейміз ғой, не деп айтамыз? Куымды қазақша. Қазір осының жартысын табатын боламыз. Достар, бізде керекті табысымыз бұл бізде 50 теңге. Осындай жағдайда 2021 жылғы екен. Біз бүгін металлоискатель .макро деген аппаратымен 1.17 прошивка версиясын тексеріп жатырмыз. Және бұл прошивкаде пляж режимін жақсартқан болатын. Және сол режимге қойып, мен бүгін чувствительностьті тагансаға қойып іздеп атқан жайым бар. Және достар, бұл аппараттың бір плюсы, мұнда фонарик бар. Міне фонарик. Осын басы қосаңыздар қосылады. Міне көрдіңіздер ме? Жанып тұр. Бірақ мен басында өзім бөлек фонарик алып жүрмін. Сол фонарикпен іздейтін боламын. Ауа райы күшті болып тұр бізде. Жел жоқ. Тағы да ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз колымызды жалғастырудамыз. Және бүгінгі біздің бірінші табыс осындай бір зат. Көрейік, бірге алып. Қазып алу керек. Қазір. Әлі кетіп баратыр. Күміс ойдым соған қарағанда. Қазір. Бүгін бізде 1 желтоқсан, қыстың алғашқы күні. Ауа райы күшті болып тұр. Қар әзірге көрінбейді. Күміс болу керек. Керемет алға. Дәл қазір бұл қай режиммен таптым айтайын ба? Сол пляж режимі чувствительность 30-да тұр. МВ деген жасыда. Темірді алып тастағым F-те тұр. Достар, бізде кезекті табыс. Және бұл бізде мыстан жасалған екен. Күміс бекен. Алтынға ұқсамайды. Тасымен бар екен. Жау-жасыл тасымен. Қазір бір тазалап жіберейін. Сіздер көрсетем. Достар, бізде кезекті табысымыз. Осындай сырға. Тура жердің бетінде жатыр екен. Қатты тереңге көмілмепті.
былай түріне қарасам күміс сияқты. Қазір проба бір нәрсе оқылса оқып көрем. Бар ма екен? Проба бар сияқты. Міне пробасын көрінсе. Көріп тұрғандарыңыздай 925 проба. Осындай сырға керемет. Базар жоқ достар, қараңыздар. Өнім де түсім де білмей тұрмын әлі де. Ё-майо. Наны қараңыздар. Ема. Бітті ғой, ё-майо. Байған жерім осы шығар. Мәссаған. Ё-майо, 585 проба. Кулон. Базар жоқ. Мәссаған. Керемет, мынау 2024-ні алды болды мұны. Зор кетті ме, 2024-ні аяғы осындай ол аяқталады деп ойламадым. Қараңыздар, ё-майо. Бітті, байған жерім осы ау. Әдемі кетті. Достар, легенда, красавчик. Молодец, легенда. Ё-майо, базар жоқ. Бірінші рет тауып тұрмын бұндайды. Керемет, достар. Бұл пляж режимі тауып берді мені. Пляж режимі. Частота МВ. И чувствительный стакан сауайдың. Ё-майо. Зор кетті, достар. Керемет. Лайк басыңыздар енді осы үшін. Қазір баған қандай сигнал беретін көрсетейін, сразу сіздерге. Хоппа. Мысалға. Көрдіңіздер ма, қандай сигнал беріп тұрған? Керемет. Лайк. Лайк аямаңыздар. Мә, достар, айтсам сенбейсіңдер жарсыңдар. Міне баған аққуын ана жерден таптым. Және 1 метр жерде қараңыздар, өзім шок болып тұрмын. Ё-майо, ана қараңыздар. Ема. Явно бриллиант ау, ё-майо. Базары жоқ. 2024 олай осылай аяқталып жатыр. Мәссаған достар. Базары нет, қараңыздар. Орысша сөйлеп кеттім уже. Ё-майо. Керемет. Міне артында пробалар тұр, қазір оқимын. Так. Проба көзім жетпей жатыр. 585 достар. Базар жоқ, ё-майо. Керемет, лайк басыңыздар енді осы үшін. Легенда молодец, ё-майо, бірінің артынан бірі. Өзім түсінбей тұрмын әлі, ё-майо. Базар жоқ. Достар, қараңыздар. Сырғаның артынан сырға шығып жатыр ол менің. Қараңыздар. Бағанақ сырға сияқты екен, ол да күміс сияқты металл. Видеоның соңында таза күйінде көрсетемін сіздерге. Құрметті достар, міне бүгінгі видеомыздың қорытындысы. Және де дәл қазір бұл жерде алтын бұйымдар өкінішке орай менде қазір дәл қазір болмай тұр. Міне мынау бізде тазалау барысында осы жері ажырап кетті. Бірге етін. Бұл бізде күміс жалатылған екен. Кейбір жерлері міне сарғыш мыстан жасалған екен көрініп тұр. Осындай алқа. Одан кейін міне жүректің жартысы. Одан кейін міне мынау сақинаны тазаладым. Және қараңыздар, бұл нағыз алтынға ұқсайды екен. Тасын өзі әдемі, өте әдемі. Андай төменгі пробадағы алтынға ұқсас екен. Бірақ металлы мыс болу керек. Осындай әдемі
сақина, қолөнер сияқты. Одан кейін бізде осындай екі күміс сырға, екеуінің де пробалары 925. Осындай әдемі тастармен. Бүгінгі видеоның қорытындысы осы. Және де алтындардың салмағы 8-де 30 грамм болды. Міне экранда көріп тұрғандарыңыздай. Осындай. Осымен видеомыз соны. Және де мен тағы да Қазақстан теңгелерін таптым. Оны енді әлі тазалап үлгермедім. Және осы видеоны осылай аяқтайын деп шештім. Сіздермен болған Алтын Шоу арнасы. Каналға жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Пікірлеріңізді жазыңыздар. Келесі видеода кездескенше.